Сәлеметсіздер ме, құрметті пайдаланушылар? Назарларыңызға күнделік жүйесіндегі үй тапсырмалардың уақытылы толтыру есебі туралы нұсқаулықты ұсынамыз. Көрсеткіштің негізгі қағидаларын көру қажет, және де оның нұсқаулығымен танысуға болады. Осы есептің нұсқаулығымен танысу үшін жүйедегі бұрыштың оң жағында көмек батырмасына басу қажет. Әрі қарай жетекшіліктер және нұсқаулықтар. Есептері күнделік ББМ білім беру мекемесінің есептері бөлімінде үті уақытылы толтыру көрсеткішінің есептеу логикасымен танысуға болады. Негізгі қағидаларын айтып өтейін. Ең бастысы, бұл үй тапсырмасы берілген сабақ өткізгенге дейін бір апта бұрын берілуі тиіс, және үй тапсырмасы берілген сабақтан кейінгі күннің сағат 1-ге дейін берілуі тиіс. Мысал ретінде, жүйе бойынша ақпаратты тексеруге болады. Ақпаратты тексеру үшін мектеп есептер батырмасына басу қажет. Әрі қарай ЖК жүргізу статистикасы мектеп есеп түрі таңдалады. Уақыт аралығы таңдалмай есепті құрастыру қажет, және де таңдалған мұғалім бойынша аты жөнін таңдау керек. Таңдалған мұғалім бойынша есеп құрастырылды. Мысал ретінде, 3-ші А сыныбындағы АЭД пәні бойынша үй тапсырмасын уақытылы беру үшін аталған пән бойынша күнтізбелік жоспарлауға өту керек. Өту үшін журналдар блогындағы күнтізбелік жоспарлауға өту, сынып және пәнді таңдау. Мысал ретінде, бүгінгі күні 1-ші сабақ өтті, 9-ші қыркүйек күні. Келесі сабақ 16-ші қыркүйек. Үй тапсырманы уақытылы беру үшін қыркүйек айының 3-нен бастап келесі сабаққа үй тапсырма берілу керек. Яғни 9-ы күні өтетін сабақтың бір аптадан бұрын емес. Яғни 3-ші күнінен бастап 9-ына дейін үй тапсырманы келесі күнге беріп үлгеру қажет. Және де екінші қағидасына сай, 9-ы күні сабақ өткен уақытта 16-сына үй тапсырманы бүгін немесе қыркүйектің 10-ы күні сағат 1-ге дейін беріп үлгеруі тиіс. Көрсеткішті көтеру үшін үй тапсырманы беру қажет. Үй тапсырманы беру үшін келесі сабаққа үті қосу батырмасына басу қажет. Есепті тексереміз. Есеп құрастырылды. Уақыт аралығын таңдау барысында 1-ші қыркүйек пен бүгінгі күнге дейін есепті құрастырамыз. Назар аударыңыз, үй тапсырмасын уақытылы толтыру көрсеткіші 100-ге тең болды. Яғни көрсеткішті 100-ге жеткізу үшін ең бастысы үй тапсырманы бүгінгі өткен сабақтың үстінде беру керек, немесе келесі күнге дейін сағат 1-ге дейін үй тапсырмасын беру керек. Келесі пәнге көшейік. Мысалы, алгебра пәні бойынша күнтізбелік жоспарлауға өтейік. Мұнда үй тапсырмасы берілді, яғни қыркүйектің 7-сі күні сабақ өткізілді, және үй тапсырмасын уақытылы беру үшін келесі күнге, яғни 14-ші күні өтетін сабаққа үй тапсырманы 7-сі немесе 8-і күні сағат 1-ге дейін берілуі тиіс. Үй тапсырмасының берілген күнін және уақытын көру үшін үй тапсырмасының жанындағы күннің үстіне басу керек. Назар аударыңыз, үй тапсырмасы парақшасында кім жасады, яғни жасаған адамның аты жөні тұрады, және күні мен уақыты белгілі болады. Осы алгебра пәні бойынша жағдайға назар аударатын болсақ, үй тапсырмасы бүгін сағат кешкі 6-да берілді. Негізгі ережеге оралатын болсақ, үй тапсырмасы 8-і күні сағат 1-ге дейін берілуі тиіс. Бүгін 9-ші қыркүйек болғандықтан үй тапсырмасы уақытылы емес толтырылды. Сондықтан алгебра пәні бойынша үй тапсырмасының уақытылы толтыру пайызын көтеруге болмайды. Келесі пән география пәні. География пәні бойынша бүгін 9-ы сабақ өтті. Келесі сабақ бұл
екі бекітілген сабақ болып табылады. Есепті құрастыру барысында жүйе екі бекітілген сабақты бір сабақ ретінде санайды. Сондықтан 9 күні өткен сабақтан 11-не үй тапсырмасын уақытылы берілген болса, автоматты түрде жүйе 2 күнді бір күн ретінде санап, пайызды көтеретін болады. Есепке оралатын болсақ, есеп көтерілді. Қазіргі уақытта 33-те 33 болған себебі бұл алдыңғы күндер бойынша үй тапсырмалардың берілмегені. Егер есепті қыркүйектің 9-нан 9-на дейін құрастыратын болсақ, есеп көрсеткіші 100-ге тең болады. Оған қоса, күнделік жүйесінде бірінші және нөлдік сыныптар бойынша есеп құрастырылмайды. Бірінші және нөлдік сыныптар бойынша үй тапсырмалар уақытылы толтыруы көрсеткіші есептелмейді. Сондықтан есепті құрастырған уақытта сызықша көрсетіліп тұрады.